Кайырлы күн достар. Бүгүн мен сиздермен керемет осындай булочкалардын рецептимен бөлүшөтүн боламын. Менен бирге жасап көрүңүздөр. Өтө дәмдүү, жумсак, үлпүлдек болуп чыгады. Булочкага керек заттарды описание бөлүмүндө толук калтырып кетемин. Эң алдымен заварной масса жасап алабыз. Сүтүмүздүн жартысын ыдысыбызга куябыз. Онун үстүнө 2 ас касык унубузду салып, жакшылап аралаштырабыз. Және баяу отқа коямыз. Токтотпай араластырып туруу керек, айтпесе масты жабысып калады. Отта 1,5-2 минут гана устайбыз. Ары карай пленкамен жабып, осылай суутууга калтырамыз. Сосын ыдысыбызга сүт калган, ашыткы, кант және 2 касык un салып, жакшылап араластырып, арасында эч кандай түйүн болмоо керек. 10-15 минутка калтырамыз. Эгер ашыткы жакшы болса, 5-10 минутта уже көтөрүлүп чыгады. Ары карай тагы кичине араластырып, жумурткамызды салабыз, ванилин салабыз. Сосын жанагы сууган заварной массамызды салып, тагы да жакшылап араластырабыз. Жакшылап баардыгын бириктирип араластырып болгон соң, унубузду салып, жумсак камырыбызды илейтин боламыз. Нанымызды жакшылап басын косуп бириктирип алган соң, кем дегенде 7-10 минут илеу керек болот. Немесе сиздерде нан араластыратын миксер болатын болса, сонымен араластырсаңыздар болот. Ары карай 1 касык сары майымызды салып, тагы да жакшылап нанымызды илейбиз. Сосын 1-1,5 саатка ашытууга калтырамыз. Бөлмө температурасында. Менде 1 саат турду. Нанымыз ашыды. Дайын болгон нанымызды енді 8 бөлүккө бөлөбүз. Немесе сиздерге кичирээк болсун десеңиздер 10 немесе 12 бөлүккө бөлүүгө болот. Мен орташа 8 бөлүккө бөлдүм. Домалактап осылай булочкаларыбызды дайындап алабыз. Дайын болгон булочкаларыбызды енді жая баштайбыз. Жаямыз. Сосын ериген сары майга кант косуп, бетине жагып, видеода көрсөтүлгендей етип орайбыз. Эгер сиздерге корица унаса, корица коссаңыздар болот. Барлык булочкаларыбызды осылай жасап чыгабыз. Дайын болгон булочкаларыбызды ыдысыбызга салып, тагы да 10-15 минутка көтөрүлүүгө калтырамыз. Бетине жумуртканын сарысын жагып, печте 25-30 минут 180 градуста пиширетін боламыз. Менде 25 минутта писип чыкты. Караңыздар, кандай керемет, үлпүлдек, жумсак булочкаларыбыз дайын болду. Сиздерде міндетті түрдө жасап көрүңүздөр осы рецептпен. Эгер рецепт сиздерге унаса, пикир калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Сиздермен болган Жылдыз.
passing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бауырлас түрік халқының ұлттық тағамдарының бірі мерджимек чорбасы, яғни чечевица сорпасы рецептімен бөлісемін. Дайындалуы жылдам, әрі тез және оңай. Бұл тағамның біздің асқазанымызға және ішек жолдарына пайдасы өте зор. Бізге керек заттар: қызыл чечевица, сәбіз, картоп, пияз, сұйық май, томат пастасы және бульон. Егер сізде бульон болмаса, жай сумен де жасауға болады, немесе басқа бульонмен болады. Егер сіз сәбізді жақсы көрсеңіз, көбірек қоссаңыз болады. Ең алдымен сұйық майда пиязды, сәбіз, картоп және томат пастасын қосып жақсылап қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Көкөністерді қуырып болғаннан соң үстіне чечевицаны салып, көп емес 2-3 минут қуырамыз. Қуырып болғаннан соң бульонымызды қосамыз, немесе жай су. Жақсылап қайнатамыз. Негізі чечевица және көкөністер 20-25 минутта пісіп шығады. Егер сізде блендер болса, осы уақыт жеткілікті болады. Егер сізде блендер болмаса, жарты сағат қайнатып, ситодан өткізсеңіз болады. Менде сорпа 25 минут қайнап шықты, суы осылай тартылды. Егер сізге сұйық ұнаса, үстінен тағы бір стакан артық су құйсаңыз болады. Маған осы су жеткілікті. Енді дайын болған сорпамызды блендерға құйып еземіз. Егер сізде блендер болмаса, жаңағыдай айтқандағыдай ситодан өткізсеңіз болады. Тек көбірек қайнату керек. Болды, біздің сорпамыз дайын. Өз қалауыңызша лимонмен, сливкимен, қызыл бұрышпен ұсынуға болады. Татымына қарай тұз, қара бұрыш және де дәмдеуіштерді сорпа әбден дайын болған кезінде қосыңыз. Сол кезінде дәмі ерекше болады. Ас болсын, сорпа сіздерге ұнайды деген ойдамын. Рецепт ұнаса пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жұлдыз. Сау болыңыздар. Қайырлы күн достар. Бүгін бізде рубрика жеңіл және тез кешкі асқа идея. Құрамына кез келген азық-түлікті қоссаңыз болады. Лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар.
Ең алдымен азық-түліктерімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге барлығын ұсақтап турау керек. Тез дайын болу үшін сәбіз, пияз кубиктап туралған, ет, және үйде болса тәтті бұрыш, помидор, қызанақ, яғни егер болмаса томат пастасын қосамыз. Етті жақсылап қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне пияз, сәбізді салып тағы да 3-4 минут қуырамыз. Жақсылап қуырып болғаннан соң үстіне көкөністерді саламыз. Егер болмаса, жаңағыда айтқандағыдай томат пастасын қосамыз. Сосын су құйып дайын болғанша бұқтырамыз. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді өз татымына қарай қосыңыз. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Бүгін менде күріш, макаронмен, езілген картошкамен, яғни картофельный пюремен ұсынсаңыз болады. Енді гарнирімізді ыдысқа орналастырамыз және үстінен дайын болған подливамызды құямыз. Мен тағы да қосымша жүгері мен горохты қостым, салаттан қалған. Әлі осы рецептпен кешкі ас немесе түскі асты дайындаңыз. Және өз махаббатыңызды қосуды ұмытпаңыз. Ас болсын. Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен қуырдақтың жасалу жолын рецептімен бөлісемін. Әр қазақ қыс болғанда соғым алады. Бізде сол сияқты соғым алдық, жылқы еті. Бүгін менде қуырдақ жылқы етінен. Әркім ішкі құрылыстарын өз қалауынша қосады. Менде бүгін жүрек пен бауыр және еті. Алдын ала дайындалған осы еттерімізді осылай кішкентай кубиктап турап дайындап аламыз. Пияз, картопты да кубиктап тураймыз. Сосын қызып тұрған сұйық майда етімізді және жүректі қуырамыз бірге. 10-15 минуттай қуырамыз. Сосын оның үстінде бауырды салып 4-5 минут қуырамыз. Бауырдан соң пиязды салып тағы да 4-5 минут қуырып, татымына қарай тұз, қара бұрыш және 1 стақан су құйып бұқтырамыз. Етті дайын болғанша. Ет дайын болуға жақындағанда картопымызды осылай кубиктап турап, салып, дайын болғанша тағы да бұқтырамыз. Менде жас малдың еті болған соң 1 сағатта пісіп шықты. Қуырдақ дайын. Картопты аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Біздің үйде балалар картопты жақсы көреді, сондықтан да көбірек болды. Қуырдақты осылай пиязбен, аскөкпен ұсынуға болады. Тәбетті ашады. Бұл қуырдақ қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Бірақтан да Қазақстанның әр өңірінде әр қалай дайындалады. Бұл қуырдақты осылай сулы қылып, жаңағыда еттерін майда қылып, солтүстік Қазақстанда дайындайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, сулы, жұмсақ болып пісті. Жасалу жолы ұнаса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Бізге керек заттарды ең алдымен қосамыз бір ыдысқа: су, сүт, май, жұмыртқаның ағы, қант, тұз және аштығы. Жақсылап араластырып, ұнды бөлшек-бөлшекпен салу керек болады. Қамыр қатты болып қалуы мүмкін, егер бәрін бірден салсаңыз, оның тығыздығына байланысты. Осындай жұмсақ етіп қамыр илейміз және 1 сағатқа қалдырамыз. Менде 1 сағат өтті, қамыр ашыды. Енді булочкамызды формалап пешке салатын боламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын формада жасасаңыз болады. Мен осындай бір әдісін көрсетейін. Мен үйдегілерге жасап жатқандықтан мен үлкен-үлкен қылып жасадым. Егер сізде қонақ келетін болса, немесе үлкені ыңғайсыздау болатын болса, майда қылып, кішірек қылып жасасаңыз болады. Бірінші осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Жаңағы мендегі порциядан 16 осындай бөлшек шықты. Оның барлығын домалақтап, тағы да 10-15 минутқа бетін пленкамен жауып қалдырамыз. 10-15 минуттан кейін жұмсағаннан кейін бетіне сары май жағамыз, осылай жарты шай қасықтай.
Сосын оқтаудың көмегінсіз қолымызбен жаятын боламыз. Осылай әр бөлшекті аламыз да, осылай қолымызбен жайып, жаңағы майменен трубочка сияқты етіп ораймыз. Нан осындай жұмсақ болғандықтан ол тез қолмен жайылады. Осылай оқтаудың көмегінсіз ыңғайлы жұмыс жасауға, май болғандықтан қолға ешерге жабыспайды. Жаңағыдай айтқандағыдай өз қалаған формаңызда жасасаңыз болады. Барлығын осылай трубочка сияқты орап алдым. Енді бір трубочканы екіншісінің үстіне қойып, осылай өріп, дөңгелек пішінге келтіреміз. Барлығын осылай жасап алдым. Менде бар жоғы үлкен 8 булочки шықты. Жаңағы порциядан. Сосын формамызға салып, бетіне пергамент қағазын салып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткеннен соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжут болса күнжут, мак болса макты сеуіп, пешке 180 градусқа жарты сағатқа қоямыз. Немесе пештің қызуына байланысты 25-20 минутада пісіп шығады. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Жұмсақ, үлпілдек, осылай қып-қызыл болып, дәмді болып шықты. Үйге шай ішуге, немесе қонақтар келгенде жасауға болады. Міндетті түрде бір істегеннен шығатын булочкалар. Әдеттегідей тағы да сұрайтыным, егер менің каналым ұнаса, менің түсіріп жүрген рецепттерім ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді ішін кесіп қараймыз. Жаңағыдай трубочкаға орағандықтан іші қатпарлы болып шықты. Үлпілдек, жұмсақ. Ыстық кезінде де, салқын кезінде де 2 күнге дейін осылай өз формасын, өз дәмін жоғалтпайды. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет тағамның рецептімен бөліскім келеді. Ол бізде бауыр көкөністермен. Бауыр ол біздің ағзамызға өте пайдалы. Құрамында көптеген витаминдер бар. Кеттік бірге жасап көрейік. Рубрика тез, жеңіл және дәмді. Ең алдымен табамызға май құйып, бауырымызды көбіктеп тұрып, жақсылап қуырып аламыз. Бұл тағам түрі бар жоғы жарты сағатта дайын болады. Керек заттарды описание бөлімде қалдырамын. Бір келкі қуырылып болған соң бауыр оның үстіне пиязды салып қуырамыз. Пиязды қызарғанша қуырамыз. Менде үйде бар көкөністер ол болгар бұрышы, помидор қосып қуырамыз. Суы шығып, тартылғанша жақсылап қуыратын боламыз. Сосын үстіне аз көк саламыз. Қанша көп болса, сонша жақсы. Оның үстіне ұсақтап туралған сарымсақ. Татымына қарай қара бұрыш, тұз қосып, жақсылап араластырып, тағы да қуырамыз. Сосын 50 мг су құйып, 5-10 минут бұқтырамыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Макарон өнімдері, картоп пюресімен, немесе мен сияқты бүгін менде күріш. Өте дәмді болып шықты. Бауыр жұмсақ. Ең бастысы біздің ағзамызға өте пайдалы, дәруменге бай. Ас болсын. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.
Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өзбек халқының ұлттық тағамы палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге керек заттарды жақсылап жуып, турап аламыз. Кез келген етті пайдалансаңыз болады. Қой еті, қарамал еті, жылқы еті. Сонымен палауымызды бастаймыз. Бірінші қызып тұрған майда жақсылап етті қуырып аламыз. Егер сіз құйрық май қосатын болсаңыз, алдын ала майды қуырып алу керек болады. Бүгін мен құйрық майсыз жасаймын. Етті жақсылап қызартып қуырып болғаннан соң, оның үстіне пиязды салып қуырамыз. Пиязды да жақсылап қуырамыз, қызартып. Осылай қып-қызыл болып қуырылғаннан соң, үстіне сәбізді салып, тағы да қуырамыз. Сәбізді шамамен 7-10 минут қуырамыз. Сәбіз қуырылып дайын болғаннан соң су құямыз. Міндетті түрде қайнаған су құйыңыз. Су жарты сантиметрға ғана артық болу керек. Алдын ала 5-6 сағатқа суда жібіген ноқатты саламыз, яғни нут. Және өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Менде зира. Әрі қарай сарымсақ, бүтіндей салдық, және тұз. Осылардың барлығын салып, жарты сағат қайнатамыз. Мен бүгін осындай лазер күріштің осындай сортын пайдаланамын, немесе қалаған түрін пайдалансаңыз болады. Палаудың суы жарты сағат қайнағанша күрішті тазалап жуып, үстіне қайнаған су құйып, тұз салып, бетін жауып қоямыз. Сорпасы міне жарты сағат қайнады. Енді үстіне жібіген күрішті саламыз. Осылай салып, бетін тегістеп, 5 минут жоғарғы отта қайнатамыз, бетін жауып. 5 минут өткеннен соң осылай аламыз да тек қана бетін, күрішті араластырамыз. Егер су тимей қалған жері болса, ол жерлері піспей қалуы мүмкін. Сол үшін осылай жақсылап бетін ғана араластырып шығамыз. Астымен араластырмаймыз. Араластырып болғаннан соң осылай ортаға үйеміз. Жақсылап осылай басып, ортасына үйеп, күрішті. Осындай тесіктер жасаймыз. Ішінен бу шығып, барлық күріш бірдей пісуі үшін. Осылай 15-20 минутқа қалдырамыз, астын баяу отта. Күріш бізде толық 20 минутта пісіп шықты. Енді жақсылап араластырамыз. Міне біздің палау дайын болды. Сондай керемет, дәмді болып, тәбетті ашатындай болып дайын болды. Нағыз шашпа палау болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде бір жасағаннан шығады. Мен осылай қайнаған жұмыртқамен, сарымсақпен және жылқы етінің жаясымен ұсындым. Сіздер де өз қалауыңызша әрлеп ұсынсаңыздар болады. Әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын.
Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен қуырдақтың жасалу жолын рецептімен бөлісемін. Әр қазақ қыс болғанда соғым алады, бізде сол сияқты соғым алдық, жылқы еті. Бүгін менде қуырдақ жылқы етінен. Әркім ішкі құрылыстарын өз қалауынша қосады. Менде бүгін жүрек пен бауыр және еті. Алдын ала дайындалған осы еттерімізді осылай кішкентай кубиктеп турап дайындап аламыз. Пияз, картопты да кубиктеп тураймыз. Сосын қызып тұрған сұйық майда етімізді және жүректі қуырамыз бірге. 10-15 минуттай қуырамыз. Сосын оның үстінде бауырды салып 4-5 минут қуырамыз. Бауырдан соң пиязды салып тағы да 4-5 минут қуырып, татымына қарай тұз, қара бұрыш және 1 стақан су құйып бұқтырамыз. Етті дайын болғанша. Ет дайын болуға жақындағанда картопымызды осылай кубиктеп турап, салып, дайын болғанша тағы да бұқтырамыз. Менде жас малдың еті болған соң 1 сағатта пісіп шықты. Қуырдақ дайын. Картопты аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Біздің балалар картопты жақсы көреді, сондықтан да көбірек болды. Қуырдақты осылай пиязбен, аскөкпен ұсынуға болады. Тәбетті ашады. Бұл қуырдақ қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Бірақтан да Қазақстанның әр өңірінде әрқалай дайындалады. Бұл қуырдақты осылай сулы қылып, жаңағыдай еттерін майда қылып, солтүстік Қазақстанда дайындайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, сулы, жұмсақ болып пісті. Жасалу жолы ұнаса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен небәрі 20 минутта дайын болатын 4 салаттың рецептімен бөлісемін. Құрамы қарапайым, қолжетімді заттардан тұрады. Салуы жеңіл және тез. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің арнама жазылмаған болсаңыздар, арнама жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Ең бірінші салатымыз ол сәбіз салаты. Бізге керек заттар ол қайнаған картоп, сәбіз, қайнаған жұмыртқа, тұздалған қияр және қақталған тауық еті және көкөністер керек. Сіздерге лайфхак. Егер көкөніс көп алып қойған болсаңыздар, осылай суға құйып қойсаңыздар, холодильникте 1-1,5 аптаға дейін сақтауға болады. Ең алдымен картопты осылай күштен өткіземіз. Ірі немесе орташа күштен. Сосын тарелкамызға сәбіздің формасын жасап аламыз. Үстіне майонезді жағамыз. Оның үстіне тұздалған қияр, теркадан болса теркадан, егер ыңғайсыз болса майдалап кубиктеп тұрсаңыз да болады. Қақталған тауық еті тұздалған. Оны да кубиктеп тураймыз. Дайын тұрған формамыздың үстіне салып шығамыз. Үстіне тағы да майонезді себелейміз. Одан соң қайнаған жұмыртқаны теркадан өткіземіз майдасынан. Тағы да майонез, оның үстін әдемілеп қайнаған сәбізбен жауып шығамыз. Және сәбіздің формасына келтіріп, басында жасыл шөбін жасаймыз. Бірінші салатымыз дайын. Келесі салатымыз Малибу салаты. Керек заттарымызды осылай ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Содан соң тарелкаға осылай әдемілеп салып шығамыз. Олар бізде қияр, тауық еті, помидор, сухарики кептірілген нан және сыр. Ортасына жүгері саламыз. Енді салатымыз дайын, тек қана майонез қосу қалды. Егер сізде кондитерский мешок болса, сонымен бетін әрлеп шықсаңыз болады. Егер болмаса, осындай жай салафанды алып, ішіне майонезді салып,
осылай қайшымен қиып бетін әрлеп шықсаңыз болады, өз қалауыңызша. Осымен екінші салатымыз дайын. Келесі салатымыз жасыл деп аталады, өйткені оған жасыл түсті ингредиенттер қосылады. Қияр, тұздалған қияр, горох және аскөк. Менде петрушка мен укроп. Салатты өз қалауыңызша тураңыз, соломка қылып немесе кубиктап. Үстіне аз ғана майонез және тұз бұрышты татымына қарай салып араластырамыз жақсылап. Салатымыз дайын. Соңғы төртінші салатымыз рулет деп аталады. Оған бізге керек заттардың барлығын осылай майда өткіштен өткіземіз. Ол плавленый сыр, крабовые палочки, чеснок, майонезбен араластырып дайындап аламыз. Сосын бір жұмыртқаға тұз, бұрыш қосып татымына қарай сковородкада блинчик пісіріп аламыз. Қызып тұрған майда. Дайын болған блинчигімізді суытамыз. Сосын жаңа дайындап қойған қоспамызды арасына салып, осындай рулеттер жасаймыз. Біздің салаттарымыздың барлығы дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Аяқ асты қонақ келгенде немесе мерекелерде таптырмайтын салаттардың рецепті. Сақтап алыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жұлдыз. Менің каналымды тамашалап, мені қолдағандарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын. Келе жатқан мерекелеріңізбен. Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен осындай ерекше нанның, көрінісі ерекше, бірақтан да жасалуы өте қарапайым нанның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай және тез. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: жылы сүт, тұз, қант және ашытқы. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Жақсылап нанымыздың басын біріктіріп, 5 минуттай қамырды илеуіміз керек. Содан соң бір қасық сары майымызды қосып, тағы да илеп, бетін жауып, 40 минут немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Менде нан 40 минут тұрды. Енді нанымызды формалауға көшеміз. Нанымызды алып, қолдың көмегімен немесе оқтаумен осылай жаямыз. Нан жұмсақ болғандықтан мен қолмен жайдым. Сосын осындай формаларға кесеміз. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. Алдын ала сырды кубиктап турап дайындап қойдым. Сырларымызды аламыз. Әр бөлшек нанымызға бір-бір түйір сырдан салып, осындай шариктер жасаймыз. Нандарымыз дайын болды. Дайын болған нандарды енді ыдысқа пергамент қағазын
төсеп, нандарымызды орналастырып шығамыз. I can't forget the day we met. Your eyes Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің көрінісі ерекше, бірақ жасалуы өте қарапайым жеңіл нанымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Балаларға қатты ұнады. Ас болсын. when I see it all I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be. Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен етсіз дайын болатын тағамның рецептімен бөлісемін. Тез және оңай дайындалады. Сонымен қатар сізде жоқ азық-түлік болса, бар заттармен орнын алмастыруға болады. Бізге қажет заттар: сарымсақ, помидор, пияз және спагетти. Помидор болмаса, оның орнына томат пастасын алмастыруға болады. Менде мұздатқышта қатырылған помидор. Ең алдымен ыдысымызға май қойып, қыздырып сарымсақ, пияз және помидорды қуырып аламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, егер кепкен базилик болса, оны да қолдануға болады, қосуға болады. Осы уақытта спагеттимізді қайнатамыз. Қатты пісіп кетпеу керек. Қорылып жатқан тұздығымызға спагеттидің суынан 100-150 граммдай су алып қосамыз. 2 минут қайнатамыз. Сонымен тұздығымыз дайын. Үстіне дайын болған спагеттимізді салып, жақсылап араластырамыз. Етсіз, жеңіл және тез дайындалатын тағамымыз дайын. Егер тоңазытқышта қалып қойған сыр болатын болса, үккіштен өткізіп қосуға болады. Ерекше дәм береді. Ас болсын. Мені қолдап, каналыма жазылып, пікір қалдырғандарыңызға мың алғыс.